27 жыл бұрын Қазақстан егеменді ел атанды. Тәуелсіздікке қол жеткізген мемлекет барша әлемге танылып үлгерді. Бүгінде қазақстандықтар жыл сайын 16 желтоқсан күнін тағатсыздана күтеді. Әр азамат қастерлі мерекені сән салтанатымен тойлауға асығады. Осы жолы қала әкімдігінде шаһар басшысының қатысуымен жиын өтті. Тәуелсіздік күні еліміздің барлық азаматтары үшін орны ерекше. Осы жылдары Қазақстан әлеуметтік экономикалық даму жолында үлкен жетістіктерге жетіп, осының арқасында мемлекеттің әлеуметтік проблемалар шешіліп жатыр. Бүгінгі күні сіздерді облыс орталығына дамуына мол үлес қостыңыздар. Сондықтан мемлекеттің қамқорлығы мен мерекелік көңіл күйі әрбір отбасы, әрбір адам сезіну керек. Сіздерді келе жатқан мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Мемлекеттік мейрам қарсаңында бір топ азамат облыс пен қаланың әлеуметтік экономикалық дамуына сүбелі үлес қосқан үшін сыймадаққа бөленді. Олардың қатарында Зәуреш Рахимберлина. Бірлікті маман өмірінің 33 жылын медицина саласына арнады. Қазіргі уақытта ол нөмірі 3 қалалық ауруханада еңбек етіп келеді. Зәуреш Әлімқызына қала әкімі облыс жетекшісінің құрмет грамотасын берді. Облыс әкімінің құрмет грамотасымен марапатталып жатқанын өте қуаныштымын. Осындай Қазақстанда бақытты елде өмір сүріп отқаныма қуаныштымын. Барлық алған білімімді еліміздің көркендеуіне, медицина саласының өркендеуіне бар білімімді, күш-жігерімді әлде де саламын деп ойлаймын. Салтанатты жиында облыс және қала әкімдерінің құрмет грамоталары мен алғыс хаттары табысталды. Бұл күні қаланың құрметті азаматтарымен қоса коммуналдық және бюджеттік сала қызметкерлері марапатқа ие болды.